Шымкентте бір күнде коронавирус инфекциясымен 416 жағдай тіркеліп рекордтық көрсеткішке ие болған. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі балалар арасында 98 жағдай тіркеліп отыр. Ауырған науқастың ішінде вакцина алғаннан кейін ауырғандар саны болса 51. Айта кетейік, 3-ші мегаполисте 61 медициналық ұйымда медицина қызметкерлері арасында 165 COVID-19 диагнозы расталған. Осы шілденің өзінде 51 адам коронавирус инфекциясын жұққан науқастар қайтыс болды. Өздеріңіз бүгін көріп отырсыздар, 416 жағдай тіркелді Шымкент қаласында, 416 жағдай. Бұл Шымкент қаласы үшін өте үлкен көрсеткіш, рекордтық көрсеткіш десек болады. Бұрын соңды мұнша коронавирус инфекциясын жұқтырған науқастар тіркелмеген. Былтырдың өзінде ең үлкен көрсеткіш 150-ден аспаған. Сондықтан жағдайдың күрделі екенін көріп отырсыздар. Дерттің өршуіне байланысты шаһардың бас санитар дәрігері күні кеше жаңа қаулы әзірлеп шығарған. Оған сәйкес Шымкент қаласы бойынша шағын және орта бизнес субъектілерінің 48% шектеулерге тап болған. Жауапты мамандар енгізілген шектеулер кезеңінде жергілікті атқарушы орган тарапынан бизнес үшін ынталандыру шараларын көрсету бойынша ұсынысты қарауын сұрап отыр. 50%-дан астам жұмысшылар вакциналанған және бүкіл талаптарға сай ашық жобасы бойынша жұмыс істейтін кәсіпкерлерге жұмыс істеуге рұқсат беру. Бұл бірінші ұсыныс. Екінші ұсыныс, ашық жобасын тек қана міндетті емес, басқа да бүкіл салалардың бәріне жаю осы жобаның іске асуын. Үшіншіден, қазір айтып отырған ойын-сауық үйлері бар, сауда-саттық үйлері бар. Осы жерлерде адам көп шоғырланатын жерлерде басқа елдердің тәжірибесіне қарап пропусктік системаны орнату, ол ашық жобасына интеграцияланған болады. Мәселен, сары немесе қызыл паспорт көрсететін болса, турникеттер ашылмайды. Айта кетейік, шаһарда медицина қызметкерлері вакцинациялауға қойылатын талаптарды сақтай отырып, мүмкіндігі шектеулі тұрғындарға вакцинациялауды үй жағдайында салуда. Коронавирусқа қарсы жеткілікті ұжымдық иммунитетті қалыптастыру қысқа мерзімде пандемияны тоқтатуға мүмкіндік береді дейді жауаптылар. Ал қала бойынша ашық жобасына 628 нысан енгізілген. Ашық жобасына қатысушы нысандарға барып, QR-код арқылы қызыл-сары статуспен анықталған жеке тұлғалар бойынша 354 хабарлама түсіпті. Қызыл және сары статуспен анықталған 273 жеке тұлғаларға сым-тетік арқылы карантиндік шараларды сақтау туралы хабарлама беріліп, 181 азаматтарға санитариялық профилактикалық талаптарды сақтау үшін қаулы шығарылған. Айта кетсек, жаңа қаулыға сәйкес кейбір нысандар ашық қосымшасына қосылса да, демалыс күндері жұмысын тоқтатуға міндетті. Оған сәйкес бізде мынау кейбір объектілердің жұмыстарын, адам көп шоғырланатын объектілердің жұмыстарын демалыс күндері, сенбі, жексенбі күндері жұмыс істеуіне тыйым салынды. Бұл объекттер көпшілігі мынау ашық жобасына қатысатын объектілер бар. То есть бұл жерде ашық жобасына қатысатын объектілерде, қатыспайтын объектілерде демалыс күндері жұмысын тоқтатады. Атап айтқанда, қаладағы қоғамдық көлік, сауда, ойын-сауық орталықтары, сауда үйлері, сауда жүйелері, спорттық объектілер, қоғамдық тамақтану орындары, фудкорттар, фитнес-центрлер, фитнес-клубтар, йога-центрлер, спорттық сауықтыру объектілері, сауналар, банялар, спа-центрлер, бассейндер, кинотеатрлар, театрлар, концертті залдар, филармония, цирк, және алаңы 1000 шаршы метрден асатын азық-түлік емес тауарлар сататын объектілер. Және қаламыздағы азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар сататын ашық түрдегі және жабық түрдегі базарлар. Компьютерлік клубтар, боулинг, бильярд, караоке, түнгі клубтар, образовательный центрлер, банктер, сондар,
Қазпоштаның бөлімшелері және діни объектілер. Осы объектілердің барлығы демалыс күндері жұмыстарына тыйым салынады, жұмыс істемейді. Айта кетсек, енгізілген қосымша карантиндік шаралардан зардап шеккен бизнес иелері проблемаларын пысықтау үшін 1432 кол орталығына хабарласа алады.